Саламатсыздар, құрметті достар. Бүгінгі өтетін сабағымыз 1-ші сынып математикасының 97-ші сабағы есептер шығару және шамалар. Сонымен 1-ші тапсырма. Балалар арқан тарту ойынын ойнады. Неше сөзімен сұрақтар құрастыр дейді. Сурет және қысқаша жазылу бойынша есептер құрастыр. Олардың біреуін шығар дейді. Демек, ең алдымен жазбайық. Бірінші команда, екінші команда және үшінші команда деп үш бөлікке бөліп алайық. Командада неше бала бар деген неше сөзін қолдану керек. Неше балалар бар. Екінші командада барлығы неше бала деп есептейік. Берілгені деп жазайық. Берілгені бірінші командада берілгені бірінші командада біз мынаны орындайық. Біріншісін бізге бір есепті орында деген бірінші командада 5, ал екінші командада 6. Ал барлығын табу үшін жалпы командада неше бала барын анықтау үшін 5-ке алтыны қосамыз. Сонда жалпы барлығы 11 бала екен. Сонда бір командада 5, екінші командада біреуі артық болатын болса, сонда жалпы жауабы 6 болады екен. Сонымен келесі екінші тапсырма. Екінші тапсырмада салыстыр дейді. Демек, шығарайық. Жалпы 70 сантиметрге 30 сантиметрді қосатын болсақ, ал енді 100-ге 90-ды салыстыратын болсақ, әрине 100 үлкен болады. Келесі 100-ден 20-ны азайтатын болсақ, 80. 80 мен 70 салыстыратын болсақ, 80 үлкен болады. 100-ден 10-ды азайтсақ, бұл жерде 90. 90 мен 90 бір-біріне тең болады. 30-ды азайтсақ 50 болады. 50 мен 50-ді салыстырсақ 50 тең болады. Келесі 30-ға 20-ны қоссақ 50 болады. 50 және 1 сағат деген бұл 60 минут береді. Сонда 60 үлкен болады. 50-ге 10-ды қосатын болсақ 60, жалпы 1 сағатта 60 минут бар. Сонда бар өзара тең екен. Келесі үшінші тапсырмаға келейік. Келесі үшінші тапсырмада кесте бойынша өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап дейді. Демек, қосылғыш қосындының жалпы 80-ге 10-ды қосатын болсақ, 90 болады. Ал енді 30-ға 40-ды қосатын болсақ, 70 болады. Мұнда 40-ға 10-ды қосатын болсақ, 50 болады. Ал енді екіншісінде азайғыш азайтқыш айырманың мәні дейді. Демек, 100-ден азайтамыз 10-ды. 90 болады. 80-ден 20-ны азайтсақ 60 болады. 50-ден 30-ды азайтсақ 20 болады екен. Осылай жазып алайық. Кестені осылай көріп алайық. Келесі төртінші тапсырма. Төртінші тапсырмада жолақтарды теңдіктер мен теңсіздіктер құрастыр дейді. Демек, бұларды өлшеп көретін болсақ, линейкамен сантиметр, 8 сантиметр, 6 сантиметр, 10 сантиметр екен. Ал енді оларда теңсіздіктер құратын болсақ, мысалы 4 сантиметр мен 8-ді салыстырсақ, 8 үлкен болады. Немесе 10-нан азайтамыз 4-ті, ол 6. 6 мен 6 тең болады.
немесе 10 сантиметр мен 6 сантиметр салыстырсақ, 10 сантиметр үлкен болады екен, иә. Бесінші тапсырма. Бесінші тапсырмада Нұрдос Бауыржаннан биік, бірақ сырымнан аласа. Қайрат Дарханнан биік, бірақ Нұрдостан аласа. Дархан ең аласасы емес, балалардың есімдерін бойлары бойынша бойлары олақтармен белгіленген екен. Ал енді қарайтын болсақ, бізде сұр түсті берілген, сұр түсті, көк түсті, үлгін түсті екен, жасыл түсті және қызыл түсті екен. Ал енді қарайтын болсақ, басқа түстермен жасаймын қазір. Ең алдымен қызыл. Ең кішісі қызыл екен. Кейін түсті. Белгісі сұр және күлгін түсті және қызыл түсті, жасыл түсті. Демек, бұл жерде ең ұзыны сұр түсті, ең қысқасы қызыл түсті екен. Осы кездескен.